Мен жаңа мектепке келдім. Ол мектепте бәрі жаман балалар екен. Маған тиісіп, қоқан-лоққы жаман сөздер айтты. Және маған жаман сөздер. Мен өзімше кішкене мұңайып қоятын шығар десем, одан мен жоғары оқуға түстім. Өте керемет мектеп, және ол мектебінде одан әрі асқан балалар екен. Маған ұрып, тиісіп, боқтап, қоқан-лоққы көрсетіп, ұрды, итерді. Маған боқтады, одан орындығымды алып тастады. Одан кейін мені тамағымды құлатып тастады. Маған күлді. Сосын мен олар қоятын шығар десем, олар өздеріне өте жаман қарайды екен. Мен одан әрі қорықтым. Олар өз-өзіне де қол жұмсайды екен. Мен одан әрі қорықтым. Мен мұңайдым. Келесіде қоятын шығар дедім. Мен өз миымды тексердім. Мен жақсы баламын дедім. Сосын олар қоятын шығар дедім. Мені құлатты. Құлағымнан шертті. Қойып тастады. Және доп тебуге барсам, ойнап жатсам, маған бұр құлатты. Мен жерге ай деп құладым. Жерде көзім көгерді. Дәрігер маған көзім көгерген, жағың сынған деп айтты. Ол кезде мен мектепке бардым. Мен балаларға қалайсыңдар деп амандассам, олар маған жауап бермеді. Олар маған біртүрлі қарады. Олар маған айтты, сен тірісің ба не деп маған мазақ қылып күрді. Одан мен мұңайдым. Одан ютубқа да салып қойған. Мен түсінбедім. Көз көгергенім салып қойған. Мен мұңайдым. Олар не болып кеткен? Мен одан дәрігер маған мектепке бармай ақ қой деді. Мен мектепке бармадым. Мен мектептен де қалдым, жыладым. Қатты жыладым. Сосын директордан көмек сұрау керек дедім. Директорге кірдім. Аналар маған ұрып жатыр, көрсетіп көмектесіңдер. Олар әркім өз қарасы деп маған бір жауап қоя салды. Одан директорлер де маған қоқан-лоққы көрсетіп мені итерді. Мен бұл мектепте оқығым келген жоқ, бірақ мектептің аты мектеп. Достар, осы бөлімнің екінші бөлімін көргілерің келе ме? Көргілерің келсе, осы видеоның астына 5 лайк жинап кетеміз. Келесіне күтіңіз.